Студиямызға әріптесім Ирина Советжанқызы келіп қосылды. Қайырлы кеш, Ирина. Кеш жарық. Ирина, биылдан бастап бірінші сынып бүлдіршіндері үш тілді бағдарламамен оқи бастады. Әліппесіз қалған оқушылардың аяқ алысы қалай болып жатыр? Аталар әсіресе алдымен қазақ алфавитін емес, ағылшын әліппен үйретуді бастағаннан алып отыр. Толығырақ сөздің шыны керекте. Бірінші сынып бүлдіршіндеріне әріп үйретуді қай тілден бастадық? Әліппесінен айырылған қазақ баласының қазіргі күйіне кім жауапты? Бірінші сынып оқушылары үш тілділіктің алғашқы құрбандары. Әліпті таяқ деп білмейтін балаға туған тілінен бұрын өзге әріптерді үйрету кімдерге қажет болды? Азиза Тәжмұхамедқызы Алматыдағы нөмірі 182 жалпы білім беретін мектептің бірінші сыныбында оқитын Әнуарбек Кәусардың анасы. Балаларының сабағына үлкен жауапкершілікпен қарайтын ана қосымша бірінші сыныпқа баратын балаларды да мектепке әзірлеумен айналысады екен. Тіпті бала мектепке түгел әріпті танып келсе де, жаңа жүйенің қиындығы көп дейді. Ағылшынша мен орысшадан жаттауды білемін, бірақ қиын. Жаттар кезде қиын, Сабақтың басылғанына бір ай өткеніне қарамастан, кішкентай Кәусардың сыныбы бүгін ғана қазақ алфавитінің алғашқы әріпімен танысқан. Өйткені бір айдың ішінде ағылшын тілінің бір әріпін қалдырмай оқып, түгесіп тастапты. Үш тілде жаңа жүйенің алғашқы оқушылары түгілі, ата-аналары да әр тілден шатасып біттік деп қапалы. Орыс тілден тақпақ, сауат ашудан тақпақ, ағылшыннан енді ол да жаттау мысалы үшін әртүрлі тілдердің аудармасын береді, мысалы қалам не дейді. Үш тілден бірден жаттап бару мысалы балаға өте ауыр нәрсе. Ол өзі енді 6 жасар бала. Өзі 6 жасар балаға осындай тәжірибе жасауды бастаған білім министрі болса, осыдан біраз бұрын үш тілді оқыту қазақ тілін дамыту үшін қолға алынып отыр деп Айда Аспанға бірақ шығара жаздаған-тын. Министр мырза қазақ тілін дамытудың қай жұмыс туралы айтқанын қайдам. Бірақ оқу жылының басталғанына бір айдан аса уақыт өткенде ғана бірінші сынып оқушысы аны енді оқып бастады. Өз айтып өткенде малшының ұрпағы болған Сағадиев мырза үш тілділікті оқыту жүйесін алдымен ағылшын тілін үйретуден бастауға бұйрық бергенде нені көздеді екен? Енді міне ел ашуланып отыр. Әсіресе ата-аналар ашулы, әліппесінен айырылып қалғандар аздай. Үйде баланы сабаққа әзірлеу үшін ғаламтор ақтарамыз, арнайы аударма жасаймыз дейді. Педагог ұзақ жылдар мектеп жасына дейінгі балалардың тәрбиесімен айналысқан. Бүгінде зейнеткер Айнаш Тымбаева да немересі Елханмен орыс тілі сабағынан үйге берілген тапсырманы орындап отыр. Жақсы көреді дегеніңіз қалай айтылады? Любит дұрыс. Немересінің сабағын өзі мұқият қадағалайтын Айнаш апа заман талабына сай кез келген жаңалықты қолдаушылардың бірімін дейді. Бірақ ол жаңа жүйе енгізілмей тұрып, жан-жақты жетілдірілуі қажет. Ең аяғы өзінен үлкен сөмкесінің ауырлығына, мектепке қанша кітап апаратындығына дейін жан-жақты зерттеліп барып енгізілгенде жақсы болар еді дейді. Өйткені бірінші сыныпта өтетін 10 пәннен қос-қостан кітабы, оған қоса 2-ден дәптерлері бар баланың сөмкесі де тым ауыр. Ол азай сабақтары да қиындап кетті дейді. Заман талабына байланысты балалардың үш тіл білгені әрине дұрыс. Бірақ та енді балаларға кішкене қиындау түсетін сияқты. Бәрін бірден оқыту, ағылшын тілінде, орыс тілінде. Ал интернеті жоқ ауылдардағы қазақ балалары ағылшын тіліне үйде қалай әзірленіп жүр екен? Ол азай 2 күн қатарынан бір сөздің біресе орысшасын, екінші күні ағылшын тіліндегі аудармасын жаттау үшін бала алдымен ол сөздің өз тілінде қалай аталатынын білуі қажет қой. Ал сөзді білу үшін алдымен әріп тануы керек. Бірде жазылатын әріптің екі тілде әртүрлі оқытылатын бала түгілі үлкендерге түсіндіру қиын дейді ұстаз Айман Сағидолла. 45 минутта А деген әріпті қазақша А деп оқиды да, екінші 45 минутта оны ағылшынша Ей деп оқиды. Ол баланың басы шатасып кетеді ол. Айман ұстаз үш тілділік жүйесі енгізіледі дегеле жаңа жүйеге қарсы алғаш болып дабыл қаққан санаулы мұғалімнің бірі. Қаншама қоғам қайраткерінің осы үш тілділік жүйесіне түбегейлі қарсылығын білдіріп, министрлікке арнайы хат жолдаған талқылау жиында да 31 арна куә болған еді. Онсыз да қоғамның қағажу көрген қазақ тілінің тынысын білім жүйесі арқылы тарылтуға қарсылығын білдірген еді көп. Бірақ өз енгізген жаңа жүйеге сын айтқандардың өзін сынға алған еді Сағадиев. Олардың арасында өздерінің балаларының, немерелерінің орыс тілінде оқытып, ағылшын тілінде оқытып, мемлекеттің ақшасына аралап шетелге
кісілер де бар. Сіз ойлағандай-ақ болсын дейік, Сағадиев мырза, бірақ жаңа жүйемен бүгін бетпе-бет келіп, қарсы шыққан ата-аналардың пікірін естимісіз? Мәселен, әлеуметтік желі арқылы арнайы сауалнама жүргізгенімізде, баласы биыл 1-ші сыныпқа барған 40-қа жуық ата-ананың тек бірле-екеуі ғана болмаса, басым бөлігі қарсылық білдірді. Ал басшының алдында басшылық қылғанымен баламен бірге қиналып жүрген ұстаздардың үнін кім естиді? Мұғалімдердің жаздағы демалысының 1 айын қосымша оқуға арнағанда ағылшынша сайрап кететініне кепілдік берер біреу бар ма? 1 айда оқығаннан ештеңе кереметке үйреніп кете алмайды мұғалімге. Сондықтан бұл өте ауыр тиіп жатыр, бірақ бізде білесіз ғой, айтпайды ол. Бізде ұстаздардың жаңа жүйеге қатысты жағымсыз пікір айта алмасын білсек те, ата-ананың шағымын арқау қылып Алматыдағы нөмірі 182 жалпы білім беретін мектепке бас сұққанбыз. Жаңа жүйеге шаң жуытпаған директор мырза камераға қандай да бір пікір беруден бас тартты. Ал өзіңіз үш тілді де білесіз бе деген сауалымызға білмеймін деп шынын айтты. Мүмкін енді 1-ші сыныптағы бүлдіршіндермен бірге үйреніп алатын шығар, кім білсін. Ал білім министрі болса біздің сауалдарымызға жауап бермеді, әдеттегідей қашып кетті. Apple әлде алмама. Тіл мамандарының өзі бір ғана сөзінің оқылуын сансаққа жүгіртетін ағылшын тілін оқытудың қай жүйесімен балаларымызды оқытып жатырмыз өзі. ABC түгілі ауыл баласы қалалы жерге келіп, 10 жыл тұрақтаса да орыс тіліндегі жіңішкелік белгісі бар сөздерді айтпай айналып өтеді. Ата-аналардың бірі тілі келмейтін сөзді айта алмаймын деп жылайтын ерке баласының мектепке барғысы келмейтінін айтты. Ал басшысы не айтса басын шұлғи беретін ұстаздар да Сағадиев мырза, мұныңыз не деп айта алмай жүр. Ең дұрысы, өзін малшының ұрпағымын деп арнайы мәлімдеген білім министрі малшының балалары оқитын ауылдардағы ағылшын тілінің тіпті орыс тілінің оқытылу деңгейін өз көзімен көріп келген дұрыс еді. Бүгінгі айтпағым осы. Әнуар. Рахмет, Ирина. Наталья, сізде